Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздер бүгін Крытый базарға келдік. Ішінде қазір не бар, не жоқ екен қараймыз, танысамыз. Сіздерге де керек заттар болса, қарап отырыңыздар, комментария жаза кетіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Адресін айтасың ғой, Қазір видеода адресін сіздерге айтам, видеоны мұқият қарап жіберіңіздер. Сол жерде адрес жазылады. Бұл жерде мана самаурындар тұр екен. Бір самаурынның көп тұрған жері бар еді, соған барып қарайық та, бір самаурын непе. Сұрап кетейін ба бағасын? Ішінде не бар? Сасасы шығар ма? Ішінде темір тесек, мясорубка дейін тұр. Мясорубкалар тұр ғой, мәссі. Баяғы мясорубкалар ғой, күшті шығар. Неше теңге екен? 5000 теңге дейді. 5000 теңге. Аха. Мынау кішкентайлары қанша? 5000. Бәрі де ма? 4000. 5000. Мынау чугун бұл. Алюмин бәрі. Мынау чугун, алюмин. Мынау 4000. 4000, 5000. Мына кастрюльдер қанша? 5000. 5000. Ана үлкен қазаншы, ана Мұны? қараға, иә. 5000. 5000 ба болды? Табақ тұр мұны. Табақтар қанша? 1500. 1500 теңге. Не бар тағы? Бұл жерде Ерекше не бар? керек заттардың. Ерекше. Темір Осындай заттар бар. Көрермендерге керек болса, осындай заттар бар. Қайсы бірін сұрап жатамыз? Бәрі осындай. Жаза кетіңіздер, не керектерін қарап, біздер қарап жіберейік. Мына самаурынның бағасын айтып жіберіңізші. 55 мың. Мынау католикші. Католик десем кеше көрермендерім сөйлеп жатыр. Католик деген не деп? 3000, 2000. Католиктің орысшасы қалай? Бидон. Бидон. Бидон? Бидон. Енді бидон деп айтпасам, католик деген не зат деп түсінбей жатыр ғой. Ой, католик деп айтып түсінеді, қазақта бе? Мінекей. Мына жерде мындай заттар жатыр. Сен темір тесекте де айтып бересің. Таза кожа аяқ киімдер сияқты ғой, иә? Солай ма? Қаншадан? Неше теңгеден? 12-13 мың. Баяғы аяқ киімдер ме, қазіргі ме? Қазіргі ме? Бұлардың бәрі бір-бірден қалған ба? Размерлері болмайды да? Каридікі дейді ғой? Аяқ киімдер. Мына жақтарда мына жерлерде бар. Мыналарда 15 мыңдан ба? 43-ші размер дейді. Мерседес дейді. 15 мың теңгеден. Бәрі 15 мың дейді. Чистый кожа дейді. Киімдер ма? Мына аяқ киімдер жатыр. Ескі аяқ киімдер екен де. Бұлардың бағасы қаншадан? Сіз ба? 1000 теңгеден. 1000 теңгеден дейді. Мына аяқ киімнің бәрі кез келгені 1000 теңге ме? Е, айтқысы келмей тұр ғой. Мынандай кішкентай. Велосипед. Айтқысы келмей тұр ма? Айтқысы келмей тұр. Бұл жерде ойыншықтарды қара. Қанша аяқ киімдер? Мыналар уже новый аяқ киімдер. Бәрі де. Мына базарда да 3500, 4000 теңге, 5000 әртүрлі размер болады. Енді качествосына қарай сияқты. Базарда арзан сияқты мына жер. Мыналар қанша? Бұлар да 3,5 ба? Мына жердегі аяқ киімдер де 3,5 ба? Осылар? Жоқ, андарлар 5000-ден бар, 4000-ден бар. Мына кроссовкілер 5000-дікі ма? Алдында көргенде бір 3000 сондайлардың аяқ киімдері тұратын еді, бір сұрап кеткенде. Мынау жақсы екен де. 5000 теңге дейді. Базарда қымбат сияқты олар. Мына жерде нормально арзандау сияқты. Алдында болып еді 3000-дарды қалайсыз? 3000 аяқ киім жоқ, береді шығар түсіріп. Да? Алдында бір көрген сұрақ. Мыналар 3000-ға ма? Мына балалардікі ғой. Қыздардікі де. Носкилер 200 теңге дейді ғой. Шықа носкилер екен қазіргі сезонның. Базарда бұл носкилер деген дара сатып алған кеше мен 500 теңге сатып алдым, айтпақшы носкиді. Жер дара 200 теңге ма? Иә. Алдындағыдай ғой, не ғой? Оптым. 150 теңгеден сатып Оптым, иә, үлкен қылып анаяқтан алып келеді де, сосын жерден 200 теңгеден сатады. 150-ден сатып алып 200-ден сатады деген сияқты. А базарға барсаңыз бір дараны 150 теңге бәрі ала алмайсыз. 200 теңгеге ала алмайсыз, ол жерде даралап сатпайды. Осыны жерде алған тиімдірек. Кішкентай нәрсе. Мына детский носкилердің бағасы да 200 ба? Бәрі?
Мыналар жоқ. Чемоданның аяқтарда үлкен. Чемоданға аяқтары сынып қалса, или чемодан емес, андай кішкентай арбалары болады ғой. Қанша мынау? Сондайларға барады. Біреу 500-ден ба? Жалпы? Негізі базардан табыла бермейтін заттар ғой. Иә. Аха. Не затқа барады? Мыналар чемодандарға бара ма? Жатқа ма? Арбаларға ма? Мыналар жатқа пайдаға сат. Иә, оған бар. Онысы отдельный өзінікі болады ғой. Мынау жатқа. Ненікі мынау? Арбаларға ма? Не білдің? Иә. Мынау ручкілер қанша? Onlar 200 мынандай бар. Алығы бар ғой. Иә, бұрынғы ескі үйдегі жиһаздарға табылмайды ғой кейбір заттар. Осы жерлерден табуға болады. Біз магазиндерде қазір бұрынғы заттарды шығармайды ғой. Мына жерде күшті баяғы нелер тұр, вафли пісіретін ыдыстар тұр. Вафлицалар. Қанша екен? Адам жоқ па? Вафлица қанша? Кішкентай 12 мың, бер жағында 14. Үлкендері 14 мың, иә? Тоқпар тексеріп аласың. Иә. Жасайды ғой да? Мына мясорубка қанша? Жасайды ғой дейді екен дейді. 4 мың. Мясорубка 4 мың. Кезіндегі советский бар. Иә, баяғылар ғой. Мына тостерлер қанша? Олар 3 мыңнан, бірақ күшті емес жоқ. Мына мясорубка ғой да? Ол запчастіге. Қанша? 3 мың. 3 мың. Кеп тұр бұра. Иә. Басқа не бар? Өзіміздің тілімізбен сөйлей береміз ғой, жасай ма деп. Түсінеді ғой бәрі де қазақ адамдар. Біз қазақша солай сөйлейміз сол. Бұл жерде гитарлары көріп тұр екен. Мынаның вообще несі жоқ қой? Струнасы жоқ та? Струнасы жоқ. Қанша гитара бар? 15-20 дейді. Жасамайтын. Алар жасап тұрмай кәдімгідей. 20 Өлең айтып жіберейін бе? Білесіздер ме? Бүгін гитар тартқанда жаман тартып. Бұрау түсіп жатырған жоқ, бұрау жоқ. Кетіп барды тезін өлең айтып. Аржанда заттарын сұраны ішінде. Так, қайсысын сұрайын? Мына жерде кәдімгі баяғы кездегі андай, білмеймін, қойып қоятын нал дейтін еді? Ескерткіш сияқты андай. Сувенир. Мынау не? Мынандай жеттар бар, мындай люстралар бар, ескі люстралар. Жатқа салуға болады. Сарайға, қораға деген сияқты. Мынау сол амаймен тұрған склад қой? Ескі заттар, көне заттар бар. Бәрін бағасы жазылмаған. Иесі сыртта отыр. Ана ішінде біреу бар сияқты. Бірақ заттарды көрсетіп кетейік. Не заттар бар екен? Үш жерден көре аласыздар ғой. Қытай домбыра іздеп жүргендер десін. Әнеки домбыра да бар. Мынандай светильниктердің көп екен, светильниктер. Ескі светильниктер. Сосын не бар, ана жер картинкалер тұр. Ескі заттар жинайтын адамдар болса, немесе киноға түсірейін деп жатқан болса деген сияқтылар ғой. Иә, корзиналар тұр. Адам мынның ішінде отыр ма? Бірдеме істеп отыр, бос емес сияқты. Мынаны қара. Апауыр. Құман, иә. Күшті. Рахат екен, бәрі бар. Іздеген затын тауып аласың. Біздің аралап жүрген базарымыз Жетісу базары. Халық арена жақта, микрорайон Қайрат. Сөйтіп жасаңыздар, бәріне белгілі. Бәрі біледі. Бұл жерде бәрі заттар бар. Ескі заттар да бар, басқа заттар да бар. Жаңа заттар да бар. Тамақтар да бар даже. Сосын андай құс-мұс, андай нелер де бар. Үй жануарлары да бар. Үшін бәрі бар. Бұл жерде не бар? Пышақтар бар екен. Бұл жерде бәрі тұр екен, сол бәрі бар жерден. Тағы да қарайық. Керек заттар тауып қалар көрермендерге. Адамы бар ма екен? Жер ескі самаурындар тұр, мына жез самаурындар сияқты баяғы. Жаңа самаурынның өзі 55 мың деді ғой. Мына жерде деген шаппа дейманал дейді. Баяғының шаппалары тұр мынандай. Кәдімгідей ауыр, мен аша алмаймын, ал білмеймін. Әр түрлісі бар екен. Фотоаппаратпен қазір түсіре ме екен, жасай ма екен? Фотоаппарат жасағанмен шығаратындары жоқ сияқты оның. Мынандай пышақтар бар. Пышақтар қанша? Бағалары? Мыңнан басталады. Мына пышақтар ма? Нешеден? Мыңға? Арзан ғой? Или мыналар просто ана не коллекцияның несі ма? Қолданбайтын пышақтар. Мыналар қанша? Шаппалар шы мынау. Мыңнан басталады. Мыналар мың түсінікті. Мыналар? 5-6-7 5-6 басталды. Самаурын бағаларын айтып жіберіңізші. 30 мыңнан 100 мыңға дейін болады. 30-дан 100 мыңға дейін. Қайсысы 100 мың? 100 Ең шеттісі ма?
жезсам орындар 100 мың болып тұр мына. Баяғы. Мындай мұржасы бар екен. Ішіне ағаш салып қояды, жана береді. Чайниктер бар екен. Баяғы чайниктер қанша? 15 мың. 15 мыңнан. Так, мына жерде не бар? Мынау самаурындар қанша? А? Бұлар жөндеуге ма? Лениннің суретіне дейін тұру керек болса. Лениннің Ленин суреті. ата біз ұлан деген баяғы өлең айтатын кезде. Мына жерде Лениннің портреттері бар. Киноға Мыналар түсуге болатын портреттер сияқты. сатылатын ба? Аха. Кім алады ана ертең келеді сонда? Алатын адамдар кімдер? Неге алмайды, кино суретін алады. Соны айтып, сондай бір алады ғой тек, да? Бізде неге алады, на прокат алады. Прокатқа алады. Бәсе. Сурет, Соны бізде адамдарды сұрайды, кім алады клип деген. сурет, кім алады, неге алмайды алады. Мына шахматтар. Сурет Османский империя. Мына мұсылманский империя. Османский. Қанша теңге тұрады? 40 мың. 40 мың. Мынау хан кім? Ферза ма? Мынау ат. Яssa. Кілең басқа зат. Кубик деймін одан жат. Кубик. Сталин кезінде сонда берген бұл. Винокл. Мына винокл көрсете ма? Ерболға көрсететін екен. Қанша бұл? 100 мың. Поста іздеп жүрді ма? Өткен винокл іздеп еді. Сұраған болса ма? Атырауды кіміз? Мына виноклды көрсетеді ғой да бұлар да? Оны мал қарауға ма? 30 мың болған, 100 жыл болған. Ана малы бар жігіттер бар, соларға барады мынау. Мал қарауға алыстан мал іздеп шығады далаға. Мынау да бармай ма? Баратын ғой, ол ана театр. Жақын жерге қарайды да? Ипподром. Мына алысты көрсетеді мына баяғыда. Неше метрге дейін көрсетеді бұлар? Қырда болатын еді. 1 километр. Ана бір корабликтер қанша? 40 мың. 40 мың. Ішінде негізі андай керек заттардың бәрі, баяғы заттардың бәрі бар екен. Іздеген адамға кітаптарға дейін бар. Кітаптар жатыр мына жерде. Қандай кітаптар керек? Ескі кітаптардан. Советская архитектура дейді. История культуры. Орысша кітап па бәрі? Қазақша, орысша. Бірні кітаптар. Мына жерде не бар екен? Мына жерде ойыншықтары бар. Айна тұр әне. Қасықтары бар. Қызық. Айнаның былайынан тұру керек қой. іліп қоятын бірдеңесімен тұрған ғой. Аяқ киімдер тұр. Бужилер, қасықтар. Құман дейсің. Жаңбыр жауып басылған, уже адамдардың көбі кетіп қойыпты. Қайтып шығатын шығар. Мына жерде тастар, ескі заттар бар екен. Сәлеметсіз бе? Мынау не? Мынау тастарды не зат қалмайды? Аквариумға ма? Зетқа байда астырамыз мынаны. Зетқа байда астырамыз тастарды. Не үшін алады деген адамдар? Аквариумға ма? Қойын ол нең ғой, аквариумге салатын емес сияқты. Үлкен тастар. Білмеймін. Ну ше. Тастарды не істеуге болады? Не үшін алады адамдар? Керек болса аласың бауырым, керек болмаса. Не затқа керек қой. Саған айтуға деген өтемін. Коллекция жинайтын адамдар алады. Тастан ба? Коллекция жинайтындар дейді. Бұл бағаларын білуге ма? Октябряттығын баяғы. Октябряттығын значогы баяғыда. Мектепте тақта қосына. Октябрят болып. Мұндай, тайқазан дей ма, не дейді? Мұндай қазан қайда? Мынау тайқазан қанша? Тайқазан да айтады ғой? 10 миллион. Ох ты, ана қара 10 миллион дейді. Дұрыстап түсірейін 10 миллион затын. Бронза. Бронзаның қазақшасы ғой? 180 кило дейді. Қола ғой. Бір жерге материалы қоюға қола, болады ғой да. бронза, 10 миллион теңге, 180 килограмм. Мына қара. 280 кило. 280 кило. Мынау дуылға. Дуыла Оны дейін. енді Қаразы дей ғой, кәдімгідей. кино түсетінде болады шығар. Спектакльге неге. Ракетқа алып кетеді ғой. Ауыр екен. Мынандай құмыралар. Заттар керек болса. Баяғы неге барып келдік. Баяғы кезге барып келергіңіз келсе, мүшіреге келіп көріп. Естеріңізге түседі дейсің, ә? Мынау кімнің суреті? Ал кімнің суреті? Ал білесіздер ма? Әл-Фараби шығар.
солай ма? Мына жақта мына суреттер. Мына жерде тас жинайтын не болып тұр ғой, кәдімгідей. Тас алуға келетін болып тұр ғой. Бұны қалай сатады екен? Қымбат деп айтып тұр ғой енді, бағасын айтқысы келмей тұр ғой. Бірақ қымбат деп тұр. Мына жерде құмыралардың неше түрі бар екен, қара жер. Бұндай құмыралар неше түрлі. Күшті да, әне шеттегі құмыралар жақсы екен, әдемі. Шетінде тұрған. Киелі дейді. Киелі 100 000 теңге дейді. Мынау мен істейді тар талқан түйеді ғой. Мына жерде мені баяжа іздеп келіп алып жатыр ғой, анандай гармошканы, баянды. Баяғының баяғының заттары жоқ. Анау жақсы болып тұр ғой. Соны іздеп келіп алайын деп тұр. Сұрап тұр заттар, анау қанша алайын деп едік, іздеп жүріп. Кәдімгідей іздейтін адамдар көп екен. Еще тастың бәрін қайдан тапқан десейші, баяғы тастарды. Жерде ескі кілемдер жатыр, бұрынғы кілемдер дейді жұқа. Қаншадан кілемдер? 8 000-нан дейді. 10 000-нан, 8 000-нан? 10 000-нан дейді, 12 000-нан дейді. Олар баяғының кілемдері ғой. Қалың кілемдер ме? Иә. Ол кілем іздегендер болса мінекей, ескі кілемдер. Велосипед 5 теңге ма не? Велосипед 45 дейді. 45 мың шығар. 45 мың ғой, 15 мың дейді мынау. Лариса, она вот Қалың 70 көптер. на 70. 500 теңгеден жазылып тұр. Мыналар қанша? Здесь вот цена написана. Все по 500? Да, вот. Дәл 500. Дәл 500 дейді. Шалбарлар, үлкендердікі де бар екен. Кішкентай, үлкен, детский трусиктер. Мына жерде стульчиктер тұр мынандай мықты. Қанша мына стульчиктер? Мыналар не? Қазан ошақ? 5. Қайсы 5? Үстіне сосын тамақ пісіре ма? Қанша бұл? Темір терсектердің неше түрі екен. Не болып қалды? Светтің андай нелері ғой, автоматтар. Қазіргі заттар ғой, бар ғой. Жоқ, мыналарда бұрынғылардікі кішкене пайдаға сатын качественный болып тұр ғой. Микроволновка қанша? Микроволновка қойды. Телевизорлер тұр екен. Бұрынғы телевизор. Жерде телевизорлер тұр. Үлкені, кішкентайы. Қанша теңге тұрады екен? Аға, телевизор қанша? Цветной ма алады? Жоқ, баяғының черно-белый телевизорлер. Телевизорлер қанша? Бағасы? Телевизордан 5 андағы 7 мың. Пультімен антеннасымен бірге. Мынау 7 мың ба? Мынау 5 мың. Мынау магнитофон, кассет салатын да? Ол қанша? 4,5 тұрады. 4,5 тұрады. Мына жерде керек заттың бәрі бар. Дөңгелектер, велосипедтің дөңгелектері. Заттар ғой. Баяғы заттар. Неге велосипедтің запчастері. Немде керек болса. Пешті қанша дедің? 15-20. Мынау 15, мынау 20. Мынау қазан мен ететін. Қазан қоятын ол. 10 мың. Ошақ 10 мың дейді. Адам жоқ па не? Алып кете берейін ба? Зонтик қанша екен? Зонтик қанша? Адам жоқ. Мен жерде киімдердің неше түр ілініп екен. Үлкен базар мінекей. Жоғарыда ескі заттар. 2 мың. Мына өтек ше? Өтек 2,5 мың. Зонтик 2 мың теңге екен. Үлкен базар екен ішінде деген. Жоқ емес, сат жоқ. Іздеген затын бәрін қарайды ғой, анандай. Музейге, киноға түсуге, ескі киімдер керек болады, сондайда. Керек емес, бәрі бар. Ескі киімдер? Ілініп тұр, баяғы менің. Индияның базарында деген Иә, неше түрі бар ғой. Индияға барып көрген жоқпын дейсің. Индияға барып көрген жоқпын ба? Видеодан көріп жүрмін ғой. Осындай базар, пока. Так, достар, бізбен бірге болыңыздар. Бұл Жетісу базары. Қалай комментарияңызды ұмытып кетпеңіздер, комментарий жаза кетіңіздер, не керек екен. Сіздер үшін бәрін түсіреміз.